Біз бүгін керемет сочный балықтан котлет жасайтын боламыз. Бізге керегі жарты килограмм фарш, бір жуа, бір сәбіз, бір картоп, бір жұмыртқа, және қатқаннан осыны ыссы су құйып жібітіп аламыз. Тұз, бұрыш, сонымен қатар бізге қуыруға шемішек май қажет болады. Ана қатқанның үстіне ыссы су құйып жібітіп аламыз. Біз алдымен осы еріп тұрған фаршқа үстіне картоп пен сәбізді күштен өткіземіз. Сәбізді өткізіп болдық. Енді картопты дәл осылай көрпеден өткізіп аламыз. Картопымызды, морковымызды бәрін күштен өткізіп алдық. Енді осының үстіне жуаны жұмыртқалап тура жуаны сақтап тура осының үстіне қосамыз. Осылай жуамыздың бәрін ұсақтап турап алдық. Енді осы ұсақталған туралған жуаны фаршымыздың үстіне қосатын боламыз. Қоспаларын қостық. Енді мына ыссы суға езіп қойған нанды қосамыз үстіне. Бұл жерде біз нанды қосқанда, бұл нанды судан сығып алмаймыз. Біздің фаршымыз, яғни котлетіміз сочный, сондай дәмді болу үшін біз бұны сықпаймыз. Енді осы жұмыртқаны жарамыз. Үстіне дәміне қарай тұз және бұрыш себеміз. Дәмдерін өздеріңіз қалауларыңызға байланысты чеснок та қосуға болады. Енді осы фаршымызды жақсылап араластырамыз. Міне біздің фаршымыз дайын болды. Жақсылап араластырдық барлығын. Енді осыларды фаршты белгілі бір формаға келтіріп, қызып тұрған табада май құйып пісіретін боламыз. Осылай фарштарымызды белгілі бір қалыпқа келтіріп алып, өздеріңіз білесіздер, сопақша қыласыздар ма, домалақша қыласыздар ма, қолдарыңызды міндетті түрде суға батырып тұрыңыздар. Және де фаршты ешқандай ұнға бұлғамаймыз, өйткені оның құрамында нан бар, жұмыртқа бар, сондықтан ұнға бұлғамаймыз. Суын сығып алмаймыз, наоборот, суы көбірек болу керек. Сол уақытта фарш сочный болып, котлетіміз өте дәмді болып шығады. Міне осылай барлығын бір қалыпқа келтіріп алдық. Тағы да айтам, мына жерде фаршты істегенде фаршты сықпаймыз. Қолымызды сулап, фаршымызда неғұрлым су көбірек болса, котлетіміздің дәмі соғұрлым дәмді болады. Tatayım ben. Al. Biz
біздің майымыз қызды табада. Енді осы қызып тұрған майға дайын фарштарымызды саламыз. Фарш салғанда абайлау керек. Ол фарштың суы ағып, сочный болып тұр. Айтамын. Котлетка. Сар. Йогурт. Куба. Котлеттерimiz kızarıp bir жағы қуырылды. Енді екінші жағына ауыстырып, екінші жағын қуырып аламыз. Котлеттерimiz қуырылды екі жағынан да. Енді ыдысқа түсіріп аламыз. Барлығын түсіріп, осылай қалған котлеттерімізді қуырып аламыз. Міне біз котлеттеріміздің бәрін қуырып алдық. Котлеттерімізді қып-қызыл қылып, мына котлеттеріміз прям былқылдап тұр, жұмсақ болып тұр. Енді бұл котлетіміз біздің қуырып болғанмен, енді бұны бұқтырып аламыз. Содан кейін жеуге дайын болады. Бұқтыру үшін бұны қазанға салып, қазанға немесе сковородкаға салып, астын өте жай отқа қойып, бетіне шамалы су бүркеміз. Сол жай отта 5 минуттай бұқтырып аламыз. Содан кейін біздің котлетіміз, балық котлетіміз жеуге дайын. Астына әртүрлі гарнирмен жей берулеріңізге, түскі асқа, кешкі асқа жей берулеріңізге болады. Сонымен қатар, егер де сіздің пісірген котлетіңіз көп болып кетсе, онда сіз бұқтырмай тұрып, өзіңіз шеп, өзіңізге артығын алып, суытып, әбден суытып, морозильникке салып сақтап қойыңызға болады. Оны сосын кез келген уақытта, өзіңіз қалаған уақытта морозильниктен шығарып, бұқтырып жесеңіз, ол сол балғын күйін сақтап өте дәмді болып тұрады, ешқандай азбайды. Ең басты қағида морозильникке әбден суытып барып, пакеттерге немесе контейнерге бөліп салып қою керек, порциясымен. Енді біз қазір бұл котлеттерді бұқтырып аламыз. Осылай котлеттеріміздің бәрін қазанға немесе сковородкаға беті жақсы жабылатын ыдысқа саламыз барлығын. Бетіне осылай су құйып 5 минуттай жай отта бұқтырып аламыз. Міне біздің котлетіміз дайын болды. Барлығын бұқтырып, осылай жуамен әсемдеп қойдық. Міне біздің котлетіміз өте дәмді, сондай сочный болып, жұмсақ болып тұр. Жұмсақ болып, жегенде өте дәмді болып тұр. Астарыңыз дәмді болсын.